Сәлеметсіз бе, Ботагөз апай? Қалайсыңдар? Кезекші қыздар түгел ме? Жанар әпшей енді келеді. Қалғандары осында. Қаламқас, осы апайың не? Айттым ғой, атымды айта бер деп. Кешіріңіз, ыңғайсыз ғой. Енді Ботагөз дейтін бол. Мен сенен 3 жас қана үлкенмін. Апай десең өзімді кәрі қыз сезініп қаламын, деп күлді. Жарайды апай. Ой, екеуі қоса күлді. Қаламқас, науқастарды қарап шығайын. Кеше түскен апаның жағдайы қалай екен? 16-шы палатадағы апаны айтасыз ба? Бүгін жағдайы жақсы. Системаны Ботагөз қызым ғана салады деп қыздарға салдыртпай қойды. Жарайды, өзім саламын. Қаламқас, сен мына қағаздарды реттей бер, деді де есікке қарай беттеді. Әлі естімеген сияқты ғой, деді Қаламқас күбірлеп. Дауысы қалай шығып кеткенін өзі де байқамай қалды. Мына сөзді құлағы шалып қалған Ботагөз артқа бұрылып, не дейсің? деп еді. Жоғай, жай, деді Қаламқас сасқанынан. Ботагөз ой үстінде, соңғы кездері құлағына қаңқу сөздерді шалып қалып еді. Қаламқас та соны меңзеп тұрғаны ма? Мүмкін емес. Саматты менен жақсы ешкім білмес. Ботагөздің ойын Жанардың Ботагөз деп шақырғаны бөліп жіберді. Жанар, сәлем, енді келдің бе? Ботагөз, қалайсың? деп бетін сүйді. Жанар, тыныштық па? Түрің біртүрлі ғой. Қапелімде құрбысына не айтарын білмеген Жанар сөзін неден бастарын білмей қысылды. Ботагөз енді байқады. Жанардың екі беті суықтан қызарып кетіпті. Екі қолы дірілдеп тұрған сияқты. Жанар, Ботагөз, ана сыртта айтсаңшы енді, Самат келіп тұр, деді құрбысы. Ботагөзге енді кітік қарап, Самат? Иә, саған айтатын шұғыл шаруам бар, дейді. Ботагөз ойланып қалды. Саматтың аяқ астынан бұл келісінде де бір мән бар. Ботагөз, қаласаң сенімен бірге барайын. Жоқ, рахмет, Жанар мына тізімді реттей берші, қазір келемін, деді де бұрылып жүре берді. Ботагөз, киімсіз қайда барасың? Ботагөз тыңдар емес. Жанар артынан жүгіріп барып, өз пальтосын құрбысының арқасына іліп үлгерді. Беу жаным-ау, қайтейін, деді Жанар көзін жасын сүртіп. Күн ұясына батқанымен, жаңа жауған қардың әсерінен бе, дала жап-жарық екен. Сыртқа шыққан Ботагөз көзімен Саматты іздей бастады. Аурухана алдында бірлі жарым адамдар көрінеді. Шамасы науқастарға келген туыстары болса керек. Самат көрінбейді. Ботагөздің денесі суықтан тітіркеніп кетті. Біраз тұрды да ішке кіруге ыңғайланған кезде Ботагөз деген дауысқа елең ете қалды. Дауыс шыққан жаққа жалт қарап еді, Саматты көрді. Алыстан бұған қарай қол бұлғап тұр екен. Ботагөздің жүрегі өрекпіп кетті. Қандай сымбатты деп сүйсінді іштей. Самат ұзын бойлы, аққұба келген, реңді жігіт еді. Үстіндегі қара пальтосы сымбатты жігіттің өңін одан әрі аша түскендей. Ботагөз ақырын жігітке қарай аяңдады. Бүгінгі кездесудің әдеттегіден өзгеше боларын іші сезді. Не болса да өзін іштей дайындап келеді. Ботагөз, суықта желең шыққаның не? Тоңып қаласың ғой. Ботагөз үндемеді. Самат жалма-жан қыздың иығындағы пальтосын алып кигізе бастады. Бойжеткен жігіттің қамқорлығына сүйсініп ақ тұр. Қыстың күні осылай жеңіл шыға ма екен? Ботагөз-ай, қызықсың сен, деп пальтосының түймелерін сала бастады. Жігіттің демі қыздың басын айналдырып барады. Bir сәт бас салып, құшақтап алғысы келіп кетті. Басын жігіттің кеудесіне қойып, бір түйіп еркелегісі келе ме? Бірақ өзін ұстады. Самат енді қыздың тоңып қалған қолдарын демімен үрлеп жылыта бастады. Ештеңе болмағандай, Ботагөз Саматқа анықтап қарай бастады. Құдай-ау, неге күдіктенген? Өзінің Саматы ғой. Ай, ел не демейді? Енді болмағанда солардың жел сөзіне сене бастап едім, деп ойлағаны сол еді. Іштегі бір күдік қылт ете қалды. Күдікті сейілткісі келгендей, Ботагөз Саматтың жүзіне енді тіке қарады. Bir сәт екеуінің көзі түйісіп қалып еді. Самат көзін тайдырып әкетті. Қыздың іші тағы қылп ете қалды. Ботагөз мұның тегін емесін сезді. Дереу қолын босатып алды. Самат, шұғыл шаруа депсің, менің кезекшілігім басталды. Кетуім керек, деді Ботагөз кетуге ыңғайланып. Саматта үн жоқ. Жаңа ғана қамқорлық жасап тұрған ең жақын адамы бір сәтте бейтаныс адамға айналып кеткендей. Олай болса мен кетейін. Ботагөз, тұра тұршы. Жігіттің даусындағы дірілді Ботагөз сезе қойды. Іштегі бір дауыс, олай емес, олай болмасыншы, жалынамын, дегісі келеді. Ботагөз тағы да жігіттің жүзіне анықтап қарады. Өңі сынық, көзінде әлде қандай мұң бар сияқты ма, жоқ уайым ба екен? Ботагөз, жаным, саған айтар бір сөзім бар, бірақ қалай айтарымды білмей тұрмын. Самат, тыныштық па? Не болды деймін? Айтсаңшы тезірек. Ботагөз, сен өте жақсы қызсың. Әрбір жігіт сендей жары болғанды армандайды. Бірақ
Ботагөз үнсіз. Ботагөз, сен бірақ жыламашы. Сен нағыз ер мінезді қызсың ғой. Мен сені жақсы білемін. Жігіт сөзін аяқсыз қалдырды. Аяғымен жерді қарды ары-бері ығыстыра бастады. Үнсіздік. Қыз да үнсіз. Bir кезде Самат бар күш-жігерін жинады да мен үйленетін болдым деп қойып қалды. Ботагөздің көзі шарасынан шықты. Самат қызды құшақтай алды. Ботагөз, мені кешірші. Мен сені алдаған жоқпын. Менің саған деген сезімім адал болды. Ботагөз жігітті итеріп жіберді. Осы сөзді естімесем де деп еді. Ақыры естіді. Демек, бәрі рас болғаны ғой. Қандай ақымақ едім. Ақымақ Ботагөз, сенің сезіміңмен ойнап келгеніңді сезбегенсің. Осындай ойлар іші өртеп бара жатса да, Ботагөз үн қатпады. Теріс бұрылып кетті. Көзге үйірілген жасын жігітке көрсеткісі келмеді. Ботагөз, мен сені түсінемін. Мен оңбаған адаммын. Мен ақымақ болдым. Мені жек көрем десең де өзің біл. Тек, Ботагөз, сен бақытты болуға тиіссің. Мен сені ерекше құрметтеймін. Сен жыламашы. Сен мықты қызсың ғой. Қайсарлығыңа тәнті боламын. Мен эгоист болыппын. Сенің қанша жылың мені күтумен кетті. Бәрін түсінемін. Бірақ амал не? Екеуміз айырылысуға тиіспіз. Сен менен жақсы жігіт табасың. Әттең-ай, сенің қадіріңе жете алмадым. Енді сенің өз бақытыңды табуыңды қалаймын. Теріс қарап тұрған Ботагөз жігітке қарай бұрылды. Жә, болды, Самат. Мен бәрін түсіндім. Сен мені жақсы білесің. Мені тастамашы деп аяғыңа жығылады десең, қатты қателесесің. Бақырып, шақырып, шу шығаратын қызың мен емес. Тіпті қарғап сілемеймін де. Мені жылайды деп те ойлама. Тек селкеу түскен сезімді аяймын. Жан тәнімен сенген сенімді аяймын. Саған бақыт тілеймін. Қош бол. Ботагөз көмейіне тығылған өксікті тежеп қалды. Енді бірдеңе десе, көзіне ие бола алмасын түсінді де ауруханаға есігін қарай жүгіре жөнелді. Жігіт артынан қумады. Тек қош бол деді де ақырын ғана. Соңындағы жаным деген сөзді ішіне жұтып қалды. Енді Ботагөзіне ешқашан жаным деген сөзді айта алмайтынын түсінген Саматтың көзінен бір түйір жас жерге домалап бара жатты. Ботагөз ішке кірді де жалма-жан көзін сүрте бастады. Мына түрін ешкім көрмеуі тиіс. Қарамағындағы қыздары не дейді? Ботагөз қанша іші қан жылап тұрса да ешкімге сездірмеуге тырысты. Кабинетіне жақындағанда алдынан бір мейірбике шығып, Ботагөз Байжановна, сізді бас дәрігер шақырып жатыр деді. Рахмет, Алтынай, қазір барамын деді Ботагөз. Бас дәрігердің кабинетінде біраз дәрігерлер мен мейірбикелер жиналып қалыпты. Келдің бе, Ботагөз? Жақсы, бәріңіз жиналдыңыздар ғой. Онда іске көшейік. Қазір хабар келді. Бір автобус көлік апатына ұшырапты. Жарысқа бара жатқан спортшылар екен. Барлық жағдайға дайын болуымыз керек. Ботагөз Байжановна, мейірбикелерге ескертіңіз. Ота жасауға дайындық жасау керек. Ботагөз қызу жұмысқа кірісіп кетті. Тіпті Самат туралы есіне алмауға тырысты. Жан баласына тіс жарып ештеңе айтпады. Тіпті жақын құрбыларына да ешкімнің мүсіркегенін қаламады. Аға мейірбике болғандықтан жұмысы да көп еді. Кезекшілігі болмаса да өзі сұранып күн-түн демей науқастарға қызмет көрсетті. Тек Саматпен қоштасқан күннен бір апта өткеннен кейін ғана үйіне қайтты. Қанша күн дем алмаған Ботагөз төсекке құлай кетті. Бірақ ұйықтай алмады. Жан дүниесі жұтта қалғандай қаңырап қалған. Не жылай алмайды, не қайғыра алмайды. Түсініксіз бір сезім. Төбеден көз алмай жатқанына бір сағат болды. Сәлден кейін орнынан тұрды. Жуынатын бөлмеге кірді де тұрып қалды. Өзіне қарап тұрған қызды көріп шошып кетті. Бір аптада қалай қартайып кеткен. Қызға жақындады. Жақыннан зер салып қарады. Жанарында мұң бар. Енді әлгі айнадағы қызбен сөйлесе бастады. Ботагөз, саған не болды? Неге мұндай күйге түстің? Ақырын бетінен сипады. Өзі екен. Білесің бе, ішімде бір жалын өртеп барады. Тіпті не болғанын, не боларын түсіне алар жағдайда емеспін. Өңешіме өксік тығылып, тамағымды аштып барады. Маған не болды? Өзге тұрмақ өзіме де беймәлім бір сезім. Ботагөз көзін тарс жұмып алды да терең демалып еді. Демалысы күрсініске ауысты. Кеудеме ауа толып жеңілдегендей боламда сәлден кейін түсініксіз бір құйын қайта үйіріп әкетіп барады. Айқайласам бекен? Жоқ, даусым шықпайды. Бақырып жылағым келеді. Жылайын десем, тобай, көзіме түйір жас келер емес. Тек кеудемді бір ауырлық басып барады. Аяқ қолым ұйығандай ма? Құдайым-ай, бұл азаптан мені босатшы. Жанымды қинамашы. Жоқ, бұған сен кінәлі емессің. Өзім ғана кінәлімін. Бірақ
Неге екенін білмеймін. Өз еркімде билей алар емеспін. Ішіме біреу шоқ тастап жібергендей. Ішім өртеніп барады. Әлде кеуде тұсым ба? Түсіне алар емеспін. Жоқ, ішімде, кеудемде емес, жүрек тұсы шаншып кеп қалғандай. Неге бұлай болды? Ол маған уәде берген. Сонда оның уәдесі мүмкін емес. Жоқ, мүлдем мүмкін емес. Сенбеймін. Сене алмаймын. Мүмкін емес. Таптым жүрегім ауырып барады. Ботагөз жүрек тұсын ұстаған күйі жерге отыра кетті. Жаңа тамшы шықпаған көзден ыстық жас ытқып шықты. Біреу құбырды ашып жібергендей. Көздің жасы ағыл-тегіл тоқтар емес. Жүрек жылап жатыр. Ботагөздің Саматпен қоштасқаннан кейінгі жылағаны осы еді. Бір аптада шықпаған жас әзір тоқтамайтын сияқты. Іштегі өкпе, ашу, ыза, өкініш, қимастық сезім бір-бірімен араласып, көз жасы болып шығып жатты. Ботагөздің жуынатын бөлмеде қанша отырғаны белгісіз. Сәлден кейін орнынан тұрып, беті қолын жуды. Әбден жылағандықтан екі көзі ісіп кетіпті. Абырой болғанда бірге тұратын қыздары бүгін кезекшілікте еді. Ботагөз бөлмесіне келді де, қанша жылдан бері серігі күнделігін қолына алды. Ендігі жердегі сырласары да, мұңдасары да осы жалғыз күнделігі екенін түсінді. Күнделіктің жазылған беттерін парақтап отырып, Ботагөз өзінің балалық шағын еске түсірді. Ботагөз көп балалы отбасында дүниеге келді. Кішкентайынан шаруаға пысық, тіл алғыш, алғыр болып өсті. Екі ағасы, екі әпкесінің барып кел, шауып кел осы Ботагөз болатын. Өзінен кейін екі сіңлісі мен бір інісі болған соң ба, әйтеуір еркелік дегенді білмеді. Үлкендері бұны кішкентайсың деп жұмсаса, кішілері қолындағысын жылап болса да тартып алатын. Бірақ оған көне қоятын Ботагөз бе, бұл да өз есебін жібере қоймайтын. Кішкентайынан өжет қыз қорқу, жылау дегенді білмеді. Анасы, әй, осы қыз еркек бала болмай қалған, қыз сияқты қылығы жоқ десе, әкесі үнемі ара түсетін. Әлі көресіңдер, не шықса да осы Ботагөзімнен шығады, бір жерді тесіп шығады, менің қызым деп сүйсініп отыратын. Ботагөздің әкесі Байжан ұлдан жалғыз еді. Өзінен үлкен 9 әпкесі болды. Сүйіп қосылған жары қанша жыл бала көтере алмады. Әпкелері жалғыз бауырларының ұрпақсыз өткенін қаламаса да, Байжан сүйген жарынан бас тартпады. Жоқ, ажыраспаймын. Құдайдың басқа салғанын Бәтима екеуміз бірге көреміз. Бала болмады екен деп сүйіп қосылған әйелімді тастай алмаймын деп көнбей қойды. Тағдырдың ісіне көнуден басқа шара бар ма? Елдің қаңқу сөзін қоймайды. 10 жылдан аса тату-тәтті бірге тұрған Байжан мен Бәтима ақыры ажырасып тынды. Адамға жақсы көру аздық етеді екен. Дүниеге келген әр пенденің мақсаты өмірге ұрпақ әкелу болса, Байжан мен Бәтима ол міндетті бірге орындай алмады. Бірін-бірі сүйіп тұрса да, әулеттің жалғасуы үшін осындай шешім қабылдауға тура келді. Екі жас ажырасарда бір-бірімен жылап қоштасты. Тағдыр-ай, Байжан да, Бәтима да енді бір-бірінің бақыты үшін екі айрық жолға түсуге мәжбүр болып, тағдырлары екіге айырылды. Ағайындары Байжанға өзінен 13 жас кіші қызды айттырып әпереді. Тағдырына мойынсұнған жігіт екінші әйелінен бірден бауыр басып кете алмады. Жұлдызай жас болса да өнегелі, тәрбиелі отбасынан шыққандығын көрсетті. Қыздай қосылған жарының қас-қабағына қарай білді. Күйеуінің бірінші әйелінен ажырасу себебінде қанық келіншек шыдамдылық танытты. Байжан жұмыстан кеш келсе де, 2-3 күн үйге қонбай жүрсе де, әйелдік әлсіздікке салынбады. Жас келіншек қанша қиын болса да, күйеуінің өзіне деген ықыласын үнсіз күте берді. Уақыт емші деген Байжан қолына тұңғыш ұлын алған күннен бастап өткенін ұмытқандай болды. 30-дан асқан шағында сәби иісіне қарық болып, өміріне шуақ кіргендей әсер етті. Байжан енді бақытқа қолы жеткенде Алла тағы сынақ жіберді. Тұңғыш ұлы біраз күннен кейін шетінеп кетті. Ұлынан айырылу Байжанға да, Жұлдызайға да оңай тимеді. Енді оңалып келе жатқан шаңырақтары қайта шайқалғандай болды. Бұл жағдайды Байжан Бәтиманы жылатып, өзгеге үйленгені үшін Алланың берген жазасы деп түсінді. 10 жыл отасқан сүйгенінен айырылу Бәтимаға да оңай тимегені рас. Расында, Бәтиманың бұрынғы күйеуін қимай жүргені шындық еді. Байжанның ұлды болғанын естіген Бәтима сол күні қатты жылаған. Байжанның бақыты үшін қуанса да, іштей қызғаныш сезімі де қылаң берді. Өзінің етегіне бала бермей, Жұлдызайдың ұл туғанына іші өртенді. Қызғаныштың қызыл иті Бәтиманың жанын жан таптырмады. Ішті
екі сезім арпалысып жатты. Көп ұзамай Байжанның ұлы шетінеп кеткенін естігенде өзінің қызғанышының теріс екенін ұқты. Алладан кешірім сұрады. Қатты күйзелген Байжан Батимаға келіп мұңын шақты. Ешкімге көз жасын көрсетпеген жігіт бұрынғы сүйіктісінің алдында кешірім сұрады. Батимашым, сені жылатып кеткенім үшін Құдайдың маған берген жазасы болар. Мені кешірші деп жылады. Батиманың жүрегі қарс айырылса да, Байжанның қиылған түрін көру оған ауыр тиді. Бар күшін жинап, Байжанға басып айтты. Менен кешірім сұраудың қажеті жоқ. Алланың ісіне ешкім қарсы келмес. Сен бір әулеттің жалғасысың. Соғысқа кетіп, шейіт болған бауырларыңның аты ешқашан өшпеуі тиіс. Сенің ұрпақ жалғастыруың керек. Міндеттісің. Құдай екеумізге бала бермеді. Мен саған сәби сыйлай алмадым. Енді Жұлдызаймен бақытты бол. Әлі бөпелерің көп болады. Жұлдызайды ренжіте көрме. Ол өте жақсы әйел. Мен сені кешірдім. Сен де мені жүрегіңнен босат, деді Батима бұрынғы жарының шашынан сипап. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай Батима көрші ауылдағы әйелі қайтыс болған кісіге тұрмысқа шығып кетті. Бұлай жүре берсе, Байжанның көңілі суымайтынын түсінген болар. Өкінішке орай, Батима барған жерінде бала сүйе алмады. Батима тұрмысқа шыққан соң, Байжан да оны ұмыта бастады. Ендігі өмірі Жұлдызаймен байланысты екенін түсінді. Бір жылдан кейін Жұлдызай қыз босанды. Байжан ендігі өмірінің мәні балалары екенін түсінді. Жұлдызайға деген құрметі арта түсті. Батима туралы біле тұра, ешқашан бетіне басып көрмеген, сонша уақыт үнсіз күте білген келіншегіне риза болды. Бірте-бірте жүрек жарасы да жазыла бастады. Өз кіндігінен шыққан сәби Байжанның көз қуанышына айналды. Батима да Байжанның да сәбилі болғанына шын қуанды. Сыртынан бақыт тіледі. Жылдар жылжып өтіп жатты. Байжан 3 ұл, 5 қыздың әкесі атанды. Әр баласына ерекше мейірім төге білді. Әсіресе ер мінезді Ботагөзі дегенде шығарда жаны бөлек еді. Қыз бала болса да өжеттігіне, қайсарлығына сүйсініп отыратын. Ботагөз де анасынан гөрі әкесіне жақын болды. Үй тірлігіне қарағанда даланың жұмысын жасағанда ұнататын. Әкесі мен ағаларының артынан қалмай, солармен бірге шөпке баратын. Құдықтан су тасу, мал суару, көң ою, қора тазалау жұмыстарының бәрін жасай беретін. Сабағында үздік оқыды. Бастауышпен қостасқан Ботагөз 5-ші класста ата-анасынан жырақта өзге ауылда оқуға мәжбүр болды. Оқиға былай болды. Байжанның Гүлжат есімді әпкесі көрші ауылға тұрмысқа шыққан еді. Барған жерінен Гүлжат бала сүйе алмаған соң, қайнысының ұлын асырап алады. Ол ержетіп, әскери борышын өтеп келген соң, өзімен бірге оқитын қызға үйленеді. Гүлжат 2 немерелі болды. Бәрі ойдағыдай өтіп жатады. Кенет Гүлжат ананың отбасына қайғының қара бұлты үйіріледі. Көршілерінің баласы әскерге барып, басынан соққы алып келеді. Көктемде сол ауруы қозып, не істеп, не қойғанын білмей қалады екен. Ауру балаға ешкім ештеңе істей алмайтыны анық. Бір күні Гүлжат әпкенің ұлын сол ауру жігіт ұйықтап жатқан жерінен балтамен ұрып, жігіт сол жерде тіл тартпай кетеді. Гүлшат пен күйеуі тапа-тал түсте ұлдарынан айырылып, қара жамылып қалады. Адамның басына не келіп, не кетпейді. Келіні болса 20-дан енді асқан. Гүлжат ана жас келіншектің обалына қалмайын деп, 2 немересін алып қалып келініне батасын беріп, күйеуге шығуға рұқсатын береді. Сөйтіп, 2 немересін шалы екеуі өздері өсіреді. Кейін Гүлшат ананың күйеуі де қайтыс болады. 2 немересі ер жетіп, бірі қалаға оқуға түседі, екіншісі әскерге аттанады. Гүлшат апа үйінде жалғыз қалады. Қора-қора малы бар, бау-бақшасы бар. 60-та алқымдаған Гүлшат апа үшін мұның бәрін игеруде оңай соқпайды. Бір күні Байжан бір шаруамен әпкесінің үйіне соғады. Өрістен мал келіп жатыр. Сиыр сауатын уақыт, сүт пісіру, күбі пісу, бақша суғару, осыншама тірлікті жалғыз атқарып жүрген әпкесін көріп, жаны ауырады. Осыншама малды не істейсіз? Мынаның бәріне қалай үлгеріп жүрсіз? Немерелерің өздері керек малын өсіріп алар. Өзіңізді ойласаңызшы. Мына малды сатыңыз, ауылға көшіріп аламын, дейді әпкесіне. Гүлшат әпкесі көшуден бас тартады. Байжан үйіне келсе, әйелі Жұлдызай көрші әйелдермен әңгімені соғып отыр. Ұлдары мал жайғап жүр. Үй тірлігі қыздарынан ауыспайды. Ал әпкесі Гүлшат болса, ана жақта жалғыз өзі қиналып жүр. Не істемек керек? Қасына көшіріп алуға әпкесі көнбейді. Гүлшат әпкесін де түсінеді. Қара шаңырақты тастап кету оңай емес. Байжан бір шешімге келеді. Жұлдызай, бір баланы Гүлшат әпкеме береміз. Әпкемнің жағдайы қиын,
Немерелерінің бірі оқуда, екіншісі әскерде. Мына жақта біз шалқып отырмыз. Ана жақта жасы келген әпкем ебіл-дебілі шығып жүр. Жасы да келген, денсаулығы да сыр бере бастаған. Жалғыздық та адамға оңай емес. Бір балаңды дайында, қасына серік болсын, шаруасына көмектессін дейді. Бірақ үйдегі ұл-қыздардың ересектері бөтен үйге барудан бас тартады. Гүлшат әпкенің өзі де, берсең ана ботагөзіңді бер, аяқ-қолы жылдам, шаруаға пысық, басқалары керек емес дейді. Сонымен тамыз айының соңында Байжан 11 жасар ботагөзді көрші ауылдағы Гүлшат апасына ертіп апарады. Кетерінде әкесі: «Қызым, апаңа қамқор бол, шаруасына көмектес, сабағыңды жақсы оқы» деп ботагөздің шекесінен сүйіп қоштасады. Гүлшат апасы өте балажан кісі еді. Әкесінің артынан қимай қарап тұрған ботагөзді құшағына алып: «Айналайын, ботагөз, енді менің қызым боласың, алтыным сол» деп бетінен сүйді. Ата-анасынан, бауырларынан ажырау ботагөзге оңай болған жоқ. Ауылдан келгені кеше ғана болса да, сағынышы көкірегін кернеген 11 жасар қыз бала Гүлшат апасына көрсетпей үнсіз жылап алатын. Бір күні үйдің жанындағы арықтың жанында ойнап отырған ботагөздің қасына өзі қатарлы бір бала келді. «Сен Гүлшат апаның үйіне келген қызсың ба?» «Иә, көрші болатын болдық. Менің атым Самат. Сенің атың кім?» «Ботагөз. Нешінші класста оқисың?» «5 классқа көштім». «Мен де 5 классқа көштім». «Енді осы ауылда оқисың ба?» «Иә, мектепке бірге баратын болдық». Ботагөздің Саматпен алғаш танысуы осылай басталды. «Жарайды, апам іздеп қалған шығар. Ертең қозы-лақ бағуға шығасың ба?» «Иә, бірге барайық». «Жарайды, Ботагөз, анау менің үйім. Ертең шығасың ғой?» «Иә» деді де Ботагөз үйіне қарай жүгіре жөнелді. Ботагөз бен Самат бірден тіл табысып кетті. Саматтың қарындасы Гүлбану үшеуі бірге қозы-лақ бағады. Малдың алдынан шығады, бірге ойнайды. Ауылдағы мектеп 8 жылдық еді. Қыркүйек айында сабақ басталғанда Гүлшат апа Ботагөзді осы мектепке өзі ертіп барып мұғаліміне тапсырды. «Айналайын, Жәмила келін, Ботагөз менің қызым. Өзің бас-көз бол. Мына Самат бала көршімнің баласы ғой. Соның қасына отырғыз. Екеуі мектепке бірге барып, бірге келеді» деп Ботагөзді Саматтың қасына отырғызып кетті. Сол күннен бастап Ботагөз бен Саматтың жұбы жазылмады. Бір партада отырады, сабақты да бірге орындайды, үйге де бірге қайтады. Ботагөз Гүлшат апаның да бар тірлігін жасап, жанын тындырып отыратын, жатырқауды білмейтін қыз бала жаңа класына да тез бауыр басып кетті. Класқа жаңа келген көзі бақырайған қара торы әдемі қызбен қыздардың бәрі дос болуға тырысты. Ұлдар да сыйлап тұратын. Ботагөз мектепте де өте алғыр болды. Сабақты үздік оқыды. Ата-аналар жиналысында мұғалім үнемі Ботагөзді мақтайтын. Қызын мақтағанына Гүлшат апа да марқайып қалатын. Ботагөз қоғамдық жұмыстардан да қалмайтын. Әсіресе волейболды жақсы ойнайтын. Мектепшілік аудандық жарыстардың бел ортасында жүретін. Ботагөз әдемі қыз болып бой жетіп келе жатты. Қызға кім көз айтпайды дегендей жігіттер хат жаза бастады. Ботагөз оқитын мектеп 8 жылдық болған соң оқушылар көрші ауылдарда оқитын немесе училище, техникумдарға түсетін. Ауылға келгенде қыздарға көз түспей ме? Ботагөзге де училищеде, техникумда оқитын жігіттердің көзі түсе бастады. Ботагөздің үнемі Саматпен бірге жүретінін білетін олар Саматтан хат беріп жіберетін. Үлкендерге қарсы шығуға болмайды. Самат Ботагөзге хат әкеліп береді. Алғашында Ботагөз ашуланып, жыртып лақтырып тастайтын. Кейіннен хатты қызық көріп, сабақтан қайтқан екеуі шөптің үстінде шығып алып, жігіттердің хатын бірге оқып, тырқылдап әбден күлетін. «Ботагөз, мына хатты Мейрамбек беріп жіберді» дейді Самат. «Қойшы, осы сен де хат тасудан шаршамайды екенсің. Енді беріп жіберген өздері ғой. Жүр бірге оқиық» дейді Ботагөз Саматқа. Екеуі хатты бірге оқып, күлкіге әбден қарық болады. «Жауап жазбайсың ба? Қойшы, осымен нешінші хат?» «Ой, білмеймін. Өзің бірдеңе деп жауап жаза сал» дейді Ботагөз. «Олар саған жолауға қорқады». «Қойшы, немене? Мен сондай қорқыныштымын ба? Адам жегішпін бе?» «Сондай сияқты. Онда сен неге қорықпайсың? Сен менің досымсың. Мені жемейсің ғой». Екеуі де күлкісін тоқтата алар емес. Самат хат иесіне Ботагөздің атынан жауап жазады. Кей хатты жауапсыз қалдырады. Бақытты балалық шақ өтіп жатты. Ботагөз бен Самат 8 сыныпта аяқтады. Самат Шымкент қаласындағы техникумға құжат тапсырды. Ботагөз Түркістандағы медучилищеге түсті. Бірақ алдарындағы достық үзілген жоқ. Екеуі де апта сайын ауылға келіп тұрды. Кездескен сайын екеуінің әңгімесі таусылмайтын.
көрген білдіргендерін, қызықтарын айтып, үнемі бір-бірімен сырласып отыратын. Саматтың ата-анасы да, Гүлшат апа да екеуінің достықтарына риза болатын. Көрші болған соң Ботагөз бен Самат бір-бірінің үйінен емін-еркін кіре беретін. Бірі үйдің баласындай бауыр басып кеткен соншалық апта сайын бір-бірін көрмесе іздеп тұратын. Сол баяғы балалық достық жалғасып жатты. Кейде Самат Ботагөзді іздеп Түркістанға баратын. Ботагөз Шымкентке барса, Самат күтіп алатын. Екеуі де бірінші курсты аяқтап ауылға келді. Жазғы демалыстары бірге өтті. Күндіз үй тірлігіне қолғабыс жасап, кешке Самат екеуі бірге кітап оқитын. Кейіпкерлерін талқылап, арасында дауласып қалатындары бар. «Әй, мына екеуіңе не болды?» деп Гүлшат апа екеуінің дауының төрешісі болатын. Жазғы демалыста бірде Саматтың үйіне туған бөлесі Қайрат келді. Ботагөзді бір көргеннен ұнатып қалса керек. «Мә, Самат, Ботагөз әдемі қыз екен, иә?» «Иә», деді Самат еш мән бермей. «Әңгімені де жақсы айтады. Өзі бір сөзге де, іске де пысық екен». Сол күннен бастап Қайраттың бар ойы Ботагөзге ауды. «Самат, мен Ботагөзді жақсы көріп қалдым. Мына хатты Ботагөзге берші» деп қоймай қойды. Самат бөлесінің көңілін қимай, хатты Ботагөзге ұсынады. Ботагөз оқыды да: «Түү, Самат, хат тасуың қайта басталды ма? Жігіті бар деп айта сал», деді еш ойланбастан. Осы сәтте Саматтың ішінде бір сезім бүлк ете қалды. Көңіл күйі түсіп кеткен жігіт орнынан тұрды да кетіп қалды. 2 күн Ботагөзге жолықпай қойды. Жігіті бар деп іштей қайталай берді. Ботагөздің бір ауыз сөзі Саматтың бар ойын жаулап алды. Жатса тұрса еш ойынан кетпей қойды. «Самат, не болды? Бердің бе?» Ботагөз жауап берді ме? деп Қайрат жанын алып барады. Қайрат Ботагөздің жігіті бар. Қалай болса солай. «Өй, мынаған не болған аяқ астынан? Түлен түртті ме?» Саматта үн жоқ. «Әй, досым, деп Саматты мыжғылай бастады. «Қайрат, баршы, басым ауырып тұр». Болды. Самат қанша оқталғанымен Ботагөздің жігіті туралы батып сұрай алмады. Сары ала күзде келді. Ботагөз бен Самат 2-ші курсқа аяқ басты. Ботагөздің жігіті бар екен деп айт деген сөзі Саматтың есінен шықпай қойды. Апта сайын Түркістанға баруды әдетке айналдырды. Жігіті болса көрейін деп ойлады. Іштегі қызғаныш сезімі тыныштық бермеді. Бірақ Ботагөздің айналасынан ешқандай жігітті көре алмады. Кейде айтпай барып, сыртынан 1-2 рет бақылап та көрді. Жігіті жоғына көзі жеткендей болды. Кейде Қайрат та бірге еріп барып жүрді. Ботагөз Қайратты бірге оқитын қыздарымен таныстырды. Бәрі бірге киноға барды. Бір жолы Қайрат Саматқа ішке бүккен сырын жайып салды. «Самат, маған қыздардың ешқайсысы ұнаған жоқ. Ең әдемісі болса Ботагөз екен. Егер келісімін бермесе, әскерден келген соң бірден алып қашамын» деп қойып қалды. Мына сөзді естіген Саматтың есі шықты. Ботагөзді бүгін алып қашатындай бойын қорқыныш билеп кетті. Жоқ, жігіттен қызғанып жүргенде енді Қайраттың мұны айтып отырғаны нес? Өзінің Ботагөзді жақсы көретінін анық түсінді. «Жігіті бар деп айта сал» деген сөзге қызғаныштың қылп ете қалғанын, неге қиын екен тигенін енді түсінді. Осы уақытқа дейін өзі түсінбей жүрген сезімінің түйінін шешті. Ботагөзден айырылып қалу қаупін сезінді. «Сүйеді екем, мен Ботагөзді сүйемін». Өз ойына өзі қуанып кетті. Туған бөлім болса да, Қайрат менің бақытыма кедергі болмауы керек. Ботагөзді ешкімге бермеймін, бере алмаймын. Жігіт бір сәт ойға шомып кетті. Кенет ұйқысынан шошып оянғандай, жылдам шешім қабылдады. «Қайрат», деді жұлып алғандай, «біз Ботагөз екеуміз бір-бірімізді жақсы көреміз. Біз жүріп жүрміз» деп қойып қалды. Өз сөзіне өзі таңғалды. «Маған не ертерек айтпадың? Жақсы сендерге бақыт тілеймін», деді Қайрат. Қайрат түсінігі мол жігіт еді. Қайрат сенді, Самат сендірді. Әңгіме жерде жатама. Ботагөз бен Самат жүреді екен деген сөздің ертең-ақ ауылға жететін айдан анық. Бұл әңгіме Ботагөздің құлағына жетер болса, Самат ұятқа қалатынын түсінді. Тіпті Ботагөздің кешірмей кетуі де мүмкін. Апта аяқталмай Самат Түркістанға тартып отырды. Мән жайды Ботагөзге өзі түсіндірмек болды. Ботагөз Саматтың суыт келісіне таңғалды. Кеш батқан уақыт. Самат Ботагөзді сыртқа алып шықты. Ботагөз ауыл жаңалығын сұрап еді. Самат жаратып ештеңе айта қоймады. Ботагөздің әңгімесі бітер емес. Өзі сұрақ қойып, өзі жауап береді. Саматтың ойы басқа жақта. Екеуі біраз жер жүрді.
Ботагөз Саматты қолтықтап алған. Көшедегі адамдар да саябырсыған кез. Кенет Самат тоқтай қалды. Ботагөз, саған айтар сөзім бар. Тек сен ренжімеші. Ойымда еш арамдық болған жоқ. Самат, тыныштық па? Адамды қорқытпашы. Апта ортасында сабағыңа қарамай, мына келісіңе таңданып едім. Ал айт, құлағым сенде. Ботагөз, Қайрат сені ұнатып қалғанын білесің ғой. Әскерден келісімен сені алып қашпақшы екен. Ботагөз айқайлап күліп жіберді. Ботагөз, Самат оны айту үшін келдің бе? Қыз күлкісін тия алар емес. Ол алдымен әскерге барсын да, әскерден келем дегенше, охо, әлі 2 жыл бар емес пе? Ботагөз, тыңдашы, мен, иә сен. Ботагөз күлкісін тиіп Саматқа қарады. Айтсаңшы енді, мұны Қайратқа екеуміз жүреміз дедім. Самат айтуын айтқанымен сөзінің аяғын жұтып қойды. Мә, жындысың сен, екеуміз жүреміз дедің бе? Біз ғашықтармыз дегенді қосып қоймадың ба? Ботагөз тағы күле бастады. Қатырасың сен, Самат. Ботагөз, Самат күлкісін тия алмай тұрған бойжеткенді құшақтай алды. Ботагөз түсінбей қалды. Бірақ жігіттің құшағынан босануға асықпады. Самат қызды құшақтаған күйі құлағына «Мен сені сүйемін» деп сыбырлады. Жігіттің сыбырлай айтқан сиқыр сөзі қыздың бойын улап барады. Мұндайды күтпеген Ботагөз құдды түс көріп тұрғандай жігіттің құшағында еріп бара жатты. Самат Ботагөздің бетіне енді тура қарады. Бойжеткеннің көзі мөлтілдеп, жасқа толып тұр екен. Жігіт бір қолымен қыздың белінен құшақтап, екінші қолымен бетінен ақырын сипады да, ерніне келгенде тоқтап қалды. Көзімен қызды аймалай қарап, қыздың ыстық ернінен сүйді. Қыз қарсылық танытпады. Ботагөз бен Саматтың махаббаты күллі ауылға жаңалық болды. Үлкен кішінің бәрін Ботагөз бен Самат жүрді. Жігіттер жағы қызғана қараса, қыздар жағы қызыға қарады. 5-ші сыныптан бір сыныпта, бір партада отырған, әрі көрші болған қыз бен жігіттің достығының үлкен махаббатқа ұласуы аңызға бергісіз жырға айналды. Бұл жаңалықта Гүлшат апа да, Саматтың ата-анасы да қуана қарсы алды. Көз алдында өскен балалардың бір-бірін тапқанына қуанбаса, ренжи қоймады. Ботагөз бен Саматтың махаббатының куәсі болған қасиетті Түркістан қаласы қос ғашықты панасына алды. Апта сайын қол ұстасып қыдыратын қос ғашыққа Түркістанның әрбір көшесі куә болды. Екеуі қасиетті Ахмет Яссауи кесенесінің барып, ата-баба әруағына тәу етіп қайтатын. Студенттер әр жақтан жиналғандықтан медучилище әкімшілігі автобус жалдап, жан-жаққа экскурсия жасап тұратын. Бір күні медучилище қыздары Самарқан қаласына бармақ болды. Мұны естіген Самат та бірге барамын деп шешті. Қасына дос баласын ертіп алып, Ботагөздерге қосылды. Тарихи оқиғалардың куәсі болған Самарқан қаласы өзінің әдемілігімен көз тартатын. Мың бояулы қаланың көне ғимараттары студенттерді таңғалдырды. Самат қыдырып жүріп, бір дүкеннен Ботагөзге иіс су алып берді. Жігітінен сыйлық алу әр қыздың арманы емес пе? Ботагөздің сыйлығына қызықпаған қыз қалмады. Мә, Ботагөз, қандай күшті, сенің жігітің нағыз жомарттың өзі екен, деп Ботагөзге қызғана да қарады. Берші деген қыздар бұрын иіс су көрмегендей таласа себе бастады. 30 қыздың бәрі сеуіп шыққан шығар. Жолда Самат Ботагөзге сыбырлай сөйлеп, Ботагөз, бұл иіс суды саған арнап алдым ғой. Әркімге бір беріп, әжептәуір сыйлықтың быт-шытын шығардың. Үндемей сөмкеңе салып қойсаң қайтеді? Үнемі берген нәрсені елге таратып жүресің, деп ренжіді. Ода тұрған не бар? Қыздар қызыққан соң бесеуге бердің. Қойшы Самат, бәріне жетеді ғой. Соған бола ренжитін не? Ботагөз аңқылдап қалған қол ашық қыз еді. Біреуі ұнатып тұрса, қолындағы қымбат затын ұстата салатын. Қызғану, тығып қою деген табиғатына жат еді. Қасындағы құрбылары да Ботагөздің осы қасиетін құрметтейтін. Ешқашан жоқ демейтін Ботагөз көмек беруден де аянып қалған емес. Зеравшан өзенінің аңғарында орналасқан Самарқан қаласы бір кезде Ақсақ Темір құрған мемлекеттің астанасы болған. 35 жыл билік құрған, 27 мемлекетті қол астына бағындырған әлем жаулаушысы Ақсақ Темір осы Самарқанда жерленген екен. Медучилище қыздарына Самарқан қаласының көне тарихы ерекше әсер қалдырды. Самат пен Ботагөздің қол ұстасып бірге шыққан алыс сапары осы талай тарихтың куәсі болған көне қаладан басталды. 1924-30 жылдары Өзбекстанның астанасы болған Самарқанда Жалаңтөс Бахадүр салдырған Ширдор медресесі, Шахи Зинда ғимараты, Бибі Ханым мешіті сияқты тамаша сәулет ескерткіштері көздің жауын алатын. Туристер осы жәдігерлердің бәрін тамашалады. Самарқаннан қайтар жолда автобус базар жанында асханаға тоқтады.
Қыздар, жігіттер, осы жерден тамақтанып алыңдар, жолда тоқтамаймыз, деді куратор. Жастар тамақтанып алды. Ботагөз қасындағы құрбысы екеуі Саматтардың күтіп тұрған еді. Бұлардың қастарына қайдан шыға келгені белгісіз погадаю деп бір сыған әйел келе қалмасы бар ма? Жас қыздардың жанына келіп болашағын болжап бермекші ғой. Бір қыздың алақанын ашып бірдеңе деп айтып жатты. Қыздар жағы қызық көре бастады. Bir кезде Ботагөзге көзі түскен сыған әйел «Красавица, дай руку, я тебе погадаю» деп жанына жетіп келді. Ботагөз бірдеңе деп жауап қатып болғанша сыған әйел оның шашын сипап үлгеріп, бір тал шашын жұлып алды да Ботагөз ыршып түсті. «Не бойся, красавица, ты встретишь принца на белом коне. У тебя в сумке лежит очень тебе дорогая вещь. Дай мне это, я верну тебе твои волосы» деп ентелей түсті. Ботагөздің сөмкесінде Саматтың берген иіс суынан басқа зат жоқ еді. Сыған әйел соны біліп тұрғандай. Осы кезде жандарына Самат келіп қалды. «Ботагөз, не істеп тұрсың? Сыған әйелге жолама, жүр кеттік» деп қызының қолынан тарта бастап еді. Сыған әйел Саматқа қарап: «Это не он, твой принц другой. Ты ее жених? Нет, красавица, ты за него не выйдешь. Это не твой принц. Ты встретишь другого. У тебя будет 4 детей, 2 дочери, 2 сына» деді. «Не оттап тұр мына сыған, бар басты қатырмай» деді Самат ашуға мініп. Ботагөз сығанның бір сөзін түсініп, бір сөзін түсінбеді. Сыған әйел де қояр емес. «Красавица, дай мне вещь, которая лежит у тебя в сумке. Я верну твой волосок» деп зуылдатып жатыр. Мына жағынан Самат та жүріп жанын алып барады. Сығанның қолында бір тал шашы қалып бара жатқанын жаман ырымға балап, Ботагөз сөмкесіндегі иіс суды сығанға бере салды. Сыған әйел бір тал шашты Ботагөзге ұстатты. «Спасибо, красавица, ты будешь очень счастлива. Но он не твой» деді де жөніне кетті. Самат Ботагөздің қолынан жетектеген күйі автобусқа қарай бұрылды. Өзі ашулы: «Неменеге сығанның сөзіне аузыңды ашып тұрсың? Басыңды айналдырып алды ма? Иіс суды неге бересің?» Ботагөзде де, қасындағы қыздарды да үн жоқ. Сыған әйел бәрінің құдды басын айналдырып қойғандай. Ботагөз Саматтың шын ашуланғанын бірінші рет көрді. Өзінің қателігін де түсініп келеді. Жігіттің ашулануында жөні бар. Сығанның сөздері Саматқа ұнамады. Ботагөз сыған әйелдің сөздерін толық түсінбесе де, «Он не твой» дегенін жақсы түсінді. «Қайдағы бір қаңғыған сығанға алданып тұрсың?» Самат автобусқа кіргенше сөйледі. Екеуі автобустың орындығына қатар отырды. Самат: «Болды, қойшы, көрдің ғой, ол менің шашымды қалай жұлып алғанын білмей қалдым. Шашым сығанның қолында кетсін дейсің бе? Иіс су табылады, сыйлық бергеніңді міндет қылмашы». Самат Ботагөздің ренжігенін түсініп, енді сабасына түсе бастады. «Жарайды жаным, кешірші, бірақ ана сығанға алданып қалғаныңа жаман ашуым келіп тұр». Ботагөз үнсіз. Жігіт қыздың нәзік саусақтарынан сипап, ақырын бетінен сүйді. Осымен бар әңгіме бітті. Туристер аман-есен Түркістанға оралды. Самат Ботагөзбен қимай қоштасып, досы екеуі Шымкентке жол тартты. Самарқан сапарындағы сыған әйелдің әңгімесі де ұмыт болды. Самат пен Ботагөздің махаббаты күннен күнге ұлғая түсті. Әр кездескен сайын болашаққа бірге жоспар құрып, армандарымен бөлісетін. Екі ғашыққа бір апта бір жылдан кем соқпады. Екеуінің махаббатын ауыл жастары Қыз Жібек пен Төлегеннің, Еңлік пен Кебектің махаббатынан кем көрмеді. Сырттарынан «Қандай әдемі жұп» деп қызға қарайтын, тіпті тілек айтса, Ботагөз бен Саматтың махаббатындай деген тіркес қалыптаса бастады. Уақыт зулап өтіп жатты. Екінші курстың басында табысқан қос ғашық үшінші курсты тәмамдап, қолдарына дипломдарын алды. Бар арманын бір арнаға тоғыстырған екі жас ары қарай оқуларын жалғастырмақ болып шешті. «Ботагөз, мен Өскеменге автодорожныйға тапсыратын болдым» деді Самат. «Мен Семейге мединститутқа барамын» деді Ботагөз. Өскемен мен Семей арасы алыс емес, апта сайын кездесіп тұратын болып келісті. 1989 жылдың шілде айында екеуі пойызға бірге билет алды. Самат емтиханды сәтті тапсырып, Өскеменге оқуға түсті. Өкінішке орай, Ботагөз екінші емтиханына өте алмады да ауылға қайтуға мәжбүр болды. Екеуі қоштаспас бұрын Семейдегі Хакім Абайдың мұражайына баруды жөн көрді. Абай мен Тоғжанның аңыз болған махаббатын еске алды. Мұражайды аралап жүріп, кенет Самат тоқтай қалды да Ботагөзге қарады. Қыз түсінбей қалды. Самат Ботагөздің қолынан өзінің жүрек тұсына қойды да, Абай Тоғжанды сүйгенімен Тоғжан Абайға берген уәдесінде тұра алмады, әлсіздік танытты. «Ботагөз, сен маған уәде бер, мені күтетініңе уәде бер» деді қызға қарап. Ботагөз ыңғайсызданып жан-жағына қарады. «Ботагөз,
Самат, тура осы жерде айту керек пе? Адамдардан ұят қой. Жаным, бұл махаббат туралы ән тудырған Абайдың мекені. Абай да махаббатты құдіретті санады. Менің де махаббатым Абайдың махаббатынан кем емес. Сонымен уәде бересің бе? Ботагөз мөлдіреген жанарымен Саматқа қарай еркелеп, уәде беремін, өзіңше. Жаным, мен де саған уәде беремін. Уәде, менің жүрегімде өзгеге орын жоқ. Өмір бойы жалғыз сені сүйіп өтуге жігіттік сөзімді беремін. Екі құшақ айқасты. Ботагөз, сен мені күт. Мен оқуымды бітірген соң екеуміз үйленеміз, деді жігіт қызды аймалап тұрып. Уәде беремін, сен де уәдеңде тұр, деді қыз. Қоштасатын уақыт та жетті. Самат Ботагөзді пойызға шығарып салды. Екі ғашық бір-бірімен қимай қоштасты. Қыркүйек айында Ботагөз Кентау қаласындағы аурухананың хирургия бөліміне медбике болып орналасты. Ботагөз Самат екеуі апта сайын хат жазысып тұрды. Самат Өскеменде студенттерге арналған жатақханаға орналасқан екен. Әр хатында Ботагөзге деген сағынышын, бірге жүрген қызықты күндерді сағынатынын жазады. Ботагөзім менің, арамызда қаншама шақырым жатса да, сен әрдайым менімен біргесің. Арадағы жол алыстығы махаббатымызға кедергі бола алмайды. Сенің суретің үнемі менің жүрек тұсындағы қалтамда жүреді. Жаным, мен сені сағындым. Қасындағы жігіттер маған күледі. Маған Төлеген деп ат қойған. Сенен хат келмей қалса, қыз жібегің Бекежанға бұйырып кетпесін деп мені ызаландырады. Сенің маған алдалдığыңа, уәдеңде тұратындығыңа сенемін, жаным. Өзіме келсем, сабағым жақсы. Бұл жақтың адамдары біздің Шымкенттің адамдарынан басқаша. Орысша тәрбие басымырақ. Кейбір сабақтар орысша өтеді. Оған да үйреніп қалдым. Группадағы жігіттердің көбісі осы солтүстік жақтан. Орысшаға жүйрік. Мен де өз орысшамды жетілдіріп жүрмін. Бір бөлмеде 4 жігітпіз. Екеуі солтүстіктен, біреуі Сарыағаштың жігіті. Бір-бірімізден тез тіл табысып кеттік. Қазір түнгі 2 болды. Қасымдағы 3 жігіт әлдеқашан ұйықтап қалған. Мен саған хат жазып отырмын. Жаным, маған сенің махаббатың күш береді. Мен сені сүйемін. Сәлеммен, сүйікті Самат. Ботагөз хатты бір емес, бірнеше қайтара оқыса да, сағынышы басылар емес. Хатпен бірге келген суретті құшағына қысып, қиялға батады. Суреттің артындағы сүйіктім Ботагөзге Саматтан мәңгілік ұмытылмас үшін деген жазуды оқыған сайын сүйіктісіне деген сағынышы одан әрі үдей түседі. Отыра қалып хат жазуға кіріседі. Осылай екі ғашықты бірнеше шақырымдар бөліп тұрса да, бір жапырақ қағазға жазылған хат байланыстырып тұрады. Бірде бір-біріне берген уәдесі оларды алға жетеледі. Сағынышқа толы көңілдеріне медеу болды. Екеуі де бір-бірінен әр хат алған сайын ерекше жігерленетін, өмірлерінің мәнін тапқандай болатын. Ботагөз Түркістанда училищеде оқып жүрген кезінде Кентау қаласындағы ауруханада бірнеше рет практикада болған. Оның үстінде анасының сіңлісі Құндызай әпкесі де осы қалада тұрады. Сондықтан Кентау қаласына да, жаңа орналасқан жұмысына да Ботагөз бірден үйренісіп кетті. Оның үстіне ауылдас қызы Сәлима 1 жыл бұрын осы жерге тұрмысқа шығып, ауруханаға медбике болып орналасқан. Сәлима училищеде Ботагөзбен бір курс жоғары оқыды. Күйеуі Бақытжан дәрігер болып істейді. Жаңа жер училищені енді бітірген 18 жасар Ботагөзге жаттық қылмады. Ботагөз өз жұмысына өте тыңғылықты болды. Сөзіне ісі сай, аяқ-қолы жылдам, қызметіне жауапкершілікпен қарайтын мамандар табыла бермейтіні анық. Ботагөз пысықтығымен, айтқанды екі етпейтін елгезектілігімен бірден көзге түсе бастады. Хирургия бөлімінің медбикесі болу да оңай емес. Хирургия аса жауапкершілікті талап ететін жер. Қателесуге жол жоқ. Дәрігерлер де ота кезінде қасында жауапкершілігі мол медбикелердің болуын қалайды. Ботагөз осы жерде көп тәжірибе жинады. Әр тапсырманы аса ыждахаттылықпен орындады. Дәрігерлер де Ботагөзге үлкен сенім артатын. Ботагөздің кезекшілігінде ешқандай оқыс оқиға, қателіктер болмайтын. Операцияға дейін заттарды стерилдеу, ота жасап тұрған дәрігердің қимылын, айтқанын бір сөзден түсіну, тікелей медбикелердің жұмысы. Операция үстінде дәрігерге 10 мақта берсе, соңында 10 мақтаны санап тұру, біреуінің қалып кетпеуін қадағалау медбикенің жауапкершілігінде. Ботагөз осы кезеңнің бәрінен сүрінбей өтті. Жұмысына ерте келіп, кеш қайтатын. Менің міндетім емес деп қарап отырмайтын. Өз жұмысын аяқтап тастап, өзгелерге көмектесіп жүретін елгезек қыз ауруханаға ұжымына тез сіңіп кетті. Сырттай ұнатып, сөз салатын жігіттер де пайда болды. Ауылдас қызы Сәлима екеуі жақсы құрбыларға айналды. Бос уақыттарын бірге өткізетін.
бір-бірінің үйіне жиі барып тұрды. Ботагөз ауылға барып келген сайын әкелген ауыл дәмін міндетті түрде Сәлимамен бөлісетін. Саматтан хат алған күні қуанышын міндетті түрде Сәлимамен бөлісіп мәз болатын еді. Ботагөзге көз салған жігіттер алдымен Сәлимадан сыр тартатын. Сәлима Самат туралы жақсы білгендіктен олардың ешқайсысын Ботагөзге жолатпады. Жігіті бар, мазаламаңдар деп шыр-пыр болатын. Сәлиманың күйеуінің туыстары да Ботагөзді жақсы таниды. Аңқылдаған Ботагөз ешкімді жақтырмайтын. Гүлшат апаның тәрбиесінде болғандықтан ба, Ботагөз әсіресе үлкен кісілерді ерекше жақсы көретін. Ата-әжелердің жағдайын сұрап, іші бауырына кіріп кететін аңқылдақ мінезі кейін өзіне опық жегізерін кім білген. Бойжеткен қызға сырт көз сыншы емес пе? Әр қимылын, сөйлеген сөзін сынай қараған жұрт сол қыздың бойынан жақсы қасиетін байқаса, бірден келін болатын қыз екен деп кездейтіннің беседінен белгілі. Сәлиманың үйіне барғанда оның абысының да жас қызға көзі түсті. Үйленуге қыз іздеп жүрген інісіне мықты вариант екенін әккі келіншек бірден байқаса керек. «Әй, Сәлима, мына құрбың бір пысық қыз екен, ана құда балаңа айналдырып берсеңші» дегенде Сәлима ат-тонын ала қашты. «Жеңше, қойыңызшы, Ботагөздің жігіті бар, оның үстіне Ерболдың жасы үлкен емес пе? Ойбай, үлкен болса не қылады екен? Қайта жақсы емес пе? Жігіт қыздан үлкен болмасын деп бір жерде жазылып қойып па? О несі-ей, қайта жас қызға ақыл тоқтатқан жігіт керек. Жеңше, оның жақсы көретін жігіті бар, екеуі бір-бірін жақсы көреді. Обал емес пе?» деп көнбей қойды Сәлима. «Жігіті болса не бопты?» деді абысыны ернін шылп еткізіп. «Өскеменге кеткен жігіті жұлдыз санап жүр демісің? Жолына бір келеді ол енді. Ел ертегіні өзгеге айт қарағым. Одан да ана Ерболтайға айналдырайық. Ербол сияқты алдымен жігіт тауып алсын. Түр десе түрі бар. Мінезі қандай шіркін. Жұмысы да бар. Одан артық не керек? Жігіт-бігіт деп жүріп, аузы аңқиып қалады ертең. Түу, женше, мені бұл іске араластырмаңызшы». Адуыңды келіншек Сәлимаға жақтырмаған көзімен қарады да шайын сіміріп отыра берді. Ішінен не арамдық ойлағанын бір Алла біледі. Абысыны ары-бері айтып, көндіре алмаған соң Сәлиманы жайына қалдырды. Расында Ербол деген інісі 25-ке келіп қалған соң үй іші үйлендіретін қыз іздеп жүргені біраз болған. Жігіттің әкесі соғысқа қатысқан, әжептәуір қызмет атқарған кісі, Кентаудағы абыройлы отбасылардың бірі. Жастары 70-ке келіп қалса да, ата да, әже де өте тың болатын. Кентау өте шағын болғандықтан тұрғындары бір-бірін жақсы танитын. Сәлиманың абысыны Майра да осы Кентаудың тұрғыны. Ербол сол Майраның кіші әкесінің ұлы. Үйленбей жүріп алған соң Майраның өзі інісіне қыз іздеуге кіріскен. Сәлиманың үйіне келіп жүрген Ботагөзге бірден көзі түскені де сол болатын. Сұрастырып жүріп, қыздың ата-анасы туралы да біліп алған. Шал мен кемпір көзіне тірісінде кенже ұлдарын үйлендіріп, немере сүйсін дегені болар. Ербол өз ісіне мығым болғанымен өте жуас жігіт. Майра інісіне Ботагөзді сыртынан таныстырып та үлгерді. Аласа келген құршақ қуыршақтай сүйіп-сүйкімді Ботагөз Ерболға бір көргеннен ұнады. Бұл оқиғаның ешқайсынан Ботагөз бейхабар еді. Уақыт шіркін бір орнында тұра ма? Ай артынан айлар, күн артынан күндер зулап өтіп жатты. Ботагөз апта сайын болмаса да айына бір рет Гүлшат апасына, өзінің ата-анасына барып тұрды. Гүлшат апасы бұрынғыдай жалғыз емес, екі немересі үйленген, отбасын құрған, шөберелері бар. Бірақ Ботагөзге бауыр басқаны сонша, оны өз ата-анасынан қызғанатын. Кентаудан келетін болсаң, бірден Қайнарға кел, ана әке-шешеңе бүйрегің бұрып, тартып кетпе деп отыратын. 12 жасынан Гүлшат апаның қолында өскен қыз ата-анасын іштей жақсы көріп тұрса да еркелей алмайтын. Анасы Жұлдызай Ботагөзді мүлдем еркелеткен емес, тек әкесі Байжанның Ботагөз десе шығарда жаны бөлек болатын. Кішкентай кезінде бауырларынан ажыратып, әпкесіне бергенінде іштей өкінетін болса керек. Жатса тұрса Ботагөздің уақытын ойлайды. Әр намазында аузынан тастамайтын. Ауылда әңгіме жатама, Ботагөздің Саматпен жүретінін де сырттай біледі. Саматтың анасы осы ауылдың қызы, рулас. Саматтың отбасы жақсы білгендіктен әкесі Ботагөздің сол жігітпен жүргеніне қарсы болмады. Махаббат деген құдіретті сезімді өз басынан өткерген қария жастардың бақытын тілеумен болды. Самат пен Ботагөздің бір-бірін көрмегеніне 6 айдың жүзі болды. Ботагөз Саматтың қысқы демалысын асыға күткенімен ауа райына байланысты Самат келе алмайтын болды. Өскеменнің аязы Шымкенттің қысынан бөлек.
Қақаған аязда жол жүруде оңай емес. Бұрқасын қары мен сықырлаған аязы бет қаратпайтын. Өскеменнің қысы Саматтың алыс жолға шығуына кедергі болды. Самат ауылға енді тек жазда баратынын айтып, Ботагөзге хат жазып жіберді. 6 ай зорға шыдаған қос ғашыққа тағы 6 ай күтуге тура келді. Әне көремін, міне көремін деп қыстың мерекесін әрең күткен қос жүрек енді тағы жарты жыл күту керек. Бұл жаңалық Ботагөзге оңай тимеді. Сағыныш сезімі кеудесін кернеген қыз түнде ешкімге білдірмей жылап алатын, қолына күнделігін алып, ішкі сырын ақтаратын, махаббат туралы әндерді тыңдап отырып, Саматтың суретін құшағына қысатын еді. Ғашығына деген сағынышын куәсі жастығы мен күнделігі болды. Кейде орнынан атып тұрып, қос параққа хат жаза бастайды. Саматы қасында отырғандай, бар арманын ақтарады, бар жаңалығымен бөліседі. Бұрын соңды Саматтан ешқашан бұлай ұзақ уақыт ажырап көрмепті. Сонау 12 жасынан бастап қыз болып бүршік жара бастаған шағында да екеуі үнемі бірге жүретін. Студент кездерінде апта сайын көрмесе сағына жолығысатын, ал мына 6 ай 6 жылға бергісіз болып еді. Тағы да 6 ай күту керек. Амал нешік, оған да шыдауға тура келеді. Тек жүректегі махаббат алауы бәсеңдемесе болғаны. Міне бүгінде Ботагөз көрер таңды көзімен атырды. Түнімен жазған хатын таңертең поштаға салды да ауылға жол тартты. Жаңа жыл мерекесін ауылда қарсы алатын болып шешті. Әкесі Ботагөз келген сайын, қызым жағдайың жақсы ма, көңіл күйің қалай, ауырып жүрген жоқсың ба деп жаны қалмайды. Байжанға қызының Кентауда балдызының үйінде тұратындығы ғана көңіліне жұбаныш еді. Әйтпесе жас қызға бөтен жерде көз тігетіндердің көп болатыны белгілі. Қызым жыламаса екен дейді ғой әке жүрегі. Міне бүгінде Ботагөз мереке қарсаңында жол жөнекей әке-шешесіне соғып, бір кесе шайын ішті де Қайнардың автобусына мінді. Өткені Гүлшат апасы күтіп отырғанын біледі. Расында апасы дастархан жайып күтіп отыр екен. Ауыл жаңалығын айтып, әңгімелесіп отырғанда Саматтың анасы келді. Гүлшат ападан жасы кіші болған соң сәлем салатын. Женше, қалдарыңыз қалай? Ботагөз келді дегенді естіп келгенім ғой. Айналайын Ботагөзжан, аман есенсің бе? Жұмысың қалай? Деп сұрақты төтелетіп жатыр. Бала кезінен көрші тұрған соң Ботагөзді Саматтың ата-анасына бауыр басып кеткен. Кетерінде Ботагөзді оңаша шығарып алып, ана баладан хабар жоқ, саған хат жазды ма? Деп сұрады. Үнемі Ботагөз ауылдан келген сайын осылай сұрап тұратыны бар. Самат апта сайын Ботагөзге хат жазып тұрса да, үйіне сирек жазатын. Жігіт болған соң үйіне хат жаза беруге ыңғайсызданатын болар. Ботагөз Саматтың соңғы жазған хатын оқып берді. Әрине, кейбір оңашада ғана айтылатын жерлерін оқымай қалдырып кетті. Мейлі, мына қыста жол жүруде оңай емес. Ары-бері жүріп, бірдеңеге ұрынып қалар, сабағын оқысын деді, көңілінде емденіп. Әр келген сайын анасы ұлының жайын Ботагөзден сұрауды әдетке айналдырған. Ботагөз Саматтан келген суретті көрсетеді. Анасы көңілі орнына түсіп, Ботагөзге рахметін айтып, батасын беріп жатады. Осындай ақ көңіл жандарға Ботагөздің де көңілі ерекше. Анасын көріп, Самат туралы әңгімелескен сайын Ботагөздің де көңілі жайланып қалатын. Жаңа жылды өткізіп, Ботагөз Кентауға қайтты. Жұмысына араласып, қалыпты өмірі жалғасып жатты. Кешегі түн Ботагөз үшін ауыр түн болды. Кезекті ота бірнеше сағатқа созылды. Дәрігерлер де, медбикелер де түнімен аяқтарында тік тұрды. Хирургия бөлімінің жұмысы ауыр. Ота сәтті өтсе де жақсы. Аурулары асқынып кеткен немесе ауыр халде түскен науқастарға ота өте ұзақ жасалады. Ондай кезде аса жауапкершілікпен қарау маңызды. Түндегі ота ұзаққа созылса да сәтті өтті. Ботагөз кезекшіліктен таңғы 9-дарда шығып, үйіне келіп, көз шырымын алмақшы болды. Кешке қайтадан кезекшілікке түсуі керек. Енді көз ілгені сол еді. Есікті біреу қақты. Әпкесі мен жездесі жұмыста. Үйде Ботагөзден өзге адам жоқ. Ұйқылы ояу барып есікті ашты. Сәлима екен. Сәлем Ботагөз. Сәлем, қайдан жүрсің? Саған келдім, деді Сәлима. Тыныштық па? Үйге кірсеңші, деді. Ботагөз ұйқысын аша алмаған күйі. Мен де түнгі кезекшіліктен шықтым, деді Сәлима сырт киімін шешіп жатып. Ол басқа бөлімде істейтін. Ботагөз, Майра жеңшенің ағасының үйіне бір құрметті қонақтар келеді екен. Соған Ботагөз екеуің бос болсаңдар, көмектесіп жіберіңдерші, дейді. Жүрші екеуміз барып тезірек жасап тастайық. Түстен кейін Бақытжан екеуміз Шымкентке барамыз деп жоспарлап қойып едік. Соған екеуміз екі жақтан көмектесіп жіберекші, деді Сәлима. Ботагөз сағатқа қарап еді, оннан асыпты. Жарайды, деді құрбысының көңілін қимай. Сәлима екеуі Майраның ағасының үйіне келді. Үйде апасы мен Майра екеуі ғана шай ішіп отыр екен.
Майра Ботагөздің асты үстіне түсіп, келіңдер, Ботагөз жоғары шық деп жалпылдап жүр. Апасы да, келе ғой айналайын деді қасынан орын беріп. Ата көрінбейді ғой деді Сәлима. Ата контор жаққа кеткен, түске қарай келеді деді Майра апайдан бұрын жауап беріп. Төртеуі отырып, асықпай шай ішті. Ботагөздің таңғы асын ішпеген есіне түсті. Майраның қою күрең шайы жанына жағып барады. Түнімен шаршағаны бар, ұйықтамағаны бар, шай бойын жылыта бастады. Ботагөз жан-жағына қарады. Бір таңғалғаны қонақ күтетін үйге ұқсамайтын сияқты. Майраның да асығатын түрі жоқ. Шай жиналып бола бергенде үйге 3-4 әйел кірді. Сәлима мен Ботагөз аң-таң. Көмектесуге келген болар деп ойлады екеуі де. Ішіндегі ірілеу келген қара торы әйел ештеңеге қарамастан қолындағы орамалын Ботагөздің басына сала бастады. Мұндайды күтпеген Ботагөз орнынан ыршып түсті. Не істеп жатырсыз? Айналайын Ботагөзжан, бәрі дұрыс. Бәріміз де осылай келгенбіз. Қорықпа, жақсы жігітке келдің, бағың бар екен, деп әйелдер бастырмалатып жатыр. Жаңа ғана тым-тырыс үйдің іші азан-қазан болды. Ботагөз басындағы орамалды жұлып тастады. Әйелдер жабылып орамалды басына қайта байламақшы болды. Бір шетте Сәлима шырылдап жүр. Бұларың не? Майра жеңше, сіз не істедіңіз? Ботагөзді жіберіңдер, оның жігіті бар ғой. Сәлима, шық. Майраның дауысы зілді шықты. Бөлмеде 3-4 әйел ғана емес, 10 шақты әйел жиналып үлгеріпті. Екі әйел Сәлиманы басқа бөлмеге сүйрей жөнелді. Сәлима, мыналар не істеп жатыр? Сәлима, көмектес. Ботагөздің құлағындағы дауысы шығып жатты. Жібер деймін. Не істеп жатырсыңдар? Бұларың не? Тарт қолыңды. Жібер деймін, жібер. Ботагөз сыртқа шықпақшы болды, бірақ алдынан кес-кестеген әйелдер жіберер емес. Шашы ода-додасы шықты. Көзінің жасы боталап, қанша айқайласа да, бақырып жыласа да, аяушылық танытар жан болмады. Ботагөз, мен білмей қалдым. Ботагөз, мені кешірші. Сәлима мына жақта ойбайлап жылап жүр. Қолынан келер көмек жоқ. Бір сағатқа созылған алыс жұлыстан Ботагөз де шаршай бастады. Жалғыз өзіне 10 шақты әйел төтеп беру оңайға соқпады. Басындағы орамалын бірнеше рет жұлып тастады. Әйелдер жабылып жүріп, қайта тағып қояды. Ақыры шаршады, көнбеске шара қалмады. Тағдырыма жазғаны осы болар деген Ботагөз диванға басын қойып өксіп жатты. Жыла Ботагөз, аңқылдаған мінезің өзіңе сор болып жабысқанын білесің бе? Зарла Ботагөз, тағдырыңа бұйырғаны осы жер, бақытты болу саған бұйырмаған, уәдеңде тұра алмадың, Саматқа не бетіңді айтасың? Болашағың осы босағадан басталарын білдің бе? Тағдырына зарын айтқан бойжеткен ішкі ойымен осылай арпалысып жатты. Қыздың үнсіз жылағанын көндіге балаған жұрт, біреуі дастархан жасауға, екіншілері кешірімге кімді жіберетіндерін ақылдасып жатты. 10 шақты әйел жауды шапырып келгендей бір-біріне құтты болсын айтысты. Келін түсірген үй кешірімге 2 ер адамды жіберді. Өзгелері қуғыншы күту, беташар қамына кірісіп кетті. Сәлимадан толық мекен-жайын сұрап білген хабаршылар Қайнарға жол шықты. Ботагөздің өз ата-анасына емес, өскен үйі Гүлшат апаның үйіне бармақшы. Кентау қала болғанымен өте шағын еді. Жаңалық бірден тарайды. Тұрсынбек ақсақалдың үйі келін түсіріпті деген хабар Ботагөздің әпкесі Құндызайдың құлағына да жетті. Құндызай дүкенде сатушы еді. Құндызай сіңілінің орнына құтты болсын, жақсы жерге барыпты десті дүкенге келген жұрт. Мына жаңалықты естігенде Құндызайдың төбесінен жай түскендей болды. Күйеуінің машинасына отырды да бірден бөгендегі әпке жездесінің үйіне тартты. Өзіне сеніп тапсырған әпкесінің қызын қолдан беріп алғанына өзін кінәлі сезінді. Қызды бірден қуып бара алмады. Алдымен әпке жездесінің алдынан өтпек. Сағат түскі 3-тер шамасында 2 хабаршы Қайнарға да жетті. Көрсетілген мекен-жайға келгенімен үйден ешкім шыға қоймады. Көршісі Гүлшат апаның үйіне келген бейтаныс кісілерді көрген. Төлеген соларға қарай жүрді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Біреуді іздеп жүрсіңдер ме, жігіттер? Хабаршылар 35-тер шамасындағы жігіттер еді. Ақсақал, Гүлшат апаның үйі осы ма? Ешкім көрінбейді. Осы үй, жай ма? Үйлерінде ешкім жоқ. Ботагөз деген қыздарды бізге келін болды. Соған келген хабаршылар едік. Мына хабарды естіген Төлеген ақсақалдың өңі бұзылып кетті. Ботагөз дейсіңдер ме? Шатастырып тұрған жоқсыңдар ма? Бұл Саматтың әкесі Төлеген ақсақал еді. Гүлшат апаның қызы Ботагөз емес пе? Кентауда медбике болып істейді. Ендеше сол Ботагөз бізге келін болды. Үй иелері қайда кетті екен, білмейсіз бе? Хабаршылар сұрақтың астына алуда. Олар
олар қалаға кеткен, кешке келуі керек. Сіздер одан да былай істеңіздер. Осы жерден 7-8 шақырым жерде бөген аулы бар. Қыздың әке-шешесі сол ауылда тұрады. Соған барыңыздар. Әкесінің есімі Байжан, деді ақсақал. Хабаршылар рахметін айтып жүріп кетті. Төлеген тұрған орнында қақшиып тұрып қалды. Жан дүниесі астан-кестең. Апыр-ай, ботагөз дей ме? Ботагөз күйеуге шығып кетсе, Саматқа не болмақ? Байғұс балам ана жақта құсадан өлетін болды-ау. Ботагөз жағдайын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Тағдырына лағнет айтып, бар назасын екі көзінен алды. Арнайы құрылған шымылдық ішінде бүк түсіп, еңіреп жатты. Жалғанда жалғыз қалғандай, жан дүниесі қаңырап қалды. Бұл Құдайға не жаздым? Қай қылығымнан таптым? Махаббатымнан айырылып, енді қалай өмір сүремін? Саматтың алдында қарабет болатын болдым-ау. Уәдемде тұра алмадым. Күтемін деген сөзімнің жалған болғаны ма? Жаным, кешірші мені, кешіре көрші. Сенің адал махаббатыңа мен лайық емеспін. Ботагөз басылдау деген кезде жеңгелері Ерболды алып келді. Екі жас оңаша сөйлессін деді. Бөлмеге жүрексіне кірген Ербол қипалақтап жас тұрды. Сәлден кейін барып, Ботагөз мен селк ете қалған Ботагөз орнынан атып тұрды. Ызалы жүзбен жігітке қарады. Оңбаған, сен кімсің? Ботагөз, тыңдашы. Жігіттің даусы жалынышты шықты. Ботагөзді сырттай таныса да, бетпе-бет кездесіп тұрғаны осы. Жауыз, білдің бе? Сен нағыз жауызсың. Сен кімсің өзі? Әрбірден кейін мені танымайсың да. Не деген жеркенішті іс-әрекет? Ботагөз дірілдеп кетті. Мені қайдан танисың? Мен сені өмірі көрген емеспін. Сенің атыңды да білмеймін. Сөйте тұра мені зорлықпен алмақшысың ба? Нағыз оңбағанның өзі екенсің. Мен саған әйел болады деп тұрсың ба? Саған әйел болғанша өлгенім артық, малғұн. Ботагөз, тыңдашы. Мен сені сырттай жақсы білемін. Ал не сырттай білсең, осылай алып қашу керек пе? Ботагөз, отыршы, сөйлесейікші. Тіпті мен сенің атыңды да білмеймін. Өмірі көргенде емеспін. Сен не істедің? Менің өмірімді құртқаныңды білесің бе? Мен мал емеспін, адаммын ғой. Қызда адам санамайсыңдар ма? Менің де жүрегім бар. Мен саған жақсы әйел болады деп ойлайсың ба? Ботагөз еңіреп жылады. Жалынамын, мені босатшы, мені жіберші, деді жігітке жалынып. Осы кезде есік ашылып, ішке екі әйел кірді. Ербол өзі де әрең отыр еді. Сыртқа шығып кетті. Екі әйел жылап отырған Ботагөзге басып айта бастады. Ботагөз, айналайын, ақылың бар ғой, ашуыңды бас. Бәріміз де осылай келгенбіз. Ербол өте жақсы жігіт. Бағың бар екен, жақсы отбасыға келдің. Жылауыңды қой, қыз мұрату кету деген. Ақылға кел, айналайын. Ертең ақ осы ісіңе күлетін боласың. Ербол, екеуің бақытты боласыңдар, деп жатты. Құндызай мен күйеуі Ботагөздің бөгендегі үйіне жеткенде хабаршылар да келген екен. Хабаршыларды тыңдап болған Байжан оларды қабылдамай шығарып салды. Сендер өз міндеттеріңді атқардыңдар. Ендігі шаруа біздікі. Алдымен қызымызбен сөйлесейік. Құда болу қашпас. Бүгін сендерді арқа-жарқа болып құда деп қарсы ала алмаймын, деп тоқ етерін айтты. Жұлдызай жылап жүр. Байжан үнсіз. Мына жаңалықты естіген Байжанның осы ауылда тұратын екі апасы да жеткен еді. Құндызай әпкесі мен жездесінен қайта-қайта кешірім сұрады. Жезде, мен сіздердің алдарыңызға кінәлімін. Мұндай болады деп үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Болар іс болды. Енді кешірім сұрағанда не пайда? Қызымды саған тапсырып, уайымсыз жүрген едім. Ендігі шаруа Ботагөзге барып, қызбен сөйлесіңдер. Алып қашқандары анық. Зорлықпен алып қалған болса, тастай алмай жүрген қызым жоқ. Жұлдызай, жинал, сен де барасың. Барыңдар да Ботагөзді алып қайтыңдар. Ойбай-ау, менің барғаным қалай болады? Шешесі қуып барыпты дегенді қайдан естідің, жазған-ау, деді Жұлдызай туылып. Ашуыңызды бас, айналайын. Кеткен қызды алып келуге бола ма сірә, деді қатері інісіне басып айтып. Иә, дұрыс айтасың. Босаға аттаған қызды алып келуге болмайды. Ертең ел жұрт етімізге салық қылады, деді әкінші әпкесіне. Жұлдызай жылап отырса да, қызын қайтып әкелудің қате екенін айтып еді. Байжан тыйып тастады. Жә, болды, тоқтатыңдар. Мен балаларымды жылатып қойып отыра алмаймын. Кезінде Алла маған бала бермегені үшін тағдырымнан бас тартқан едім. Мен өмірде аз қиындық көрген жоқпын. Әр балам мен үшін қымбат. Мына балаларым бір төбе болса, Ботагөзім бір төбе. Мына балалар өз үйінде еркелеп өссе, Ботагөзім өзге үйде өсуге мәжбүр болды. Оның жан дүниесін түсіндік пе? Пікірімен санастық па? Енді мынадай алып қашу құрбаны болып отырғанда өз қолыммен қызымды отқа тастай алмаймын. Елдің сөзіне бола қызымды жылатып қоя алмаймын. Жұрт не десе о десін. Елде жұмысым жоқ. Жұлдызай,
уақытты оздырмай жинал. Құндызай, сен де барасың. Қызымды алып келмей, менің бетімді көрмеңдер. Егер өз еркіммен келдім десе әңгіме басқа. Байжанға ешкім қарсы келе алмады. Иә, Байжан осы балалары үшін кезінде махаббатынан бас тартқан болатын. Таңғы сағат 11-де ақ жаулық таққан Ботагөз сол күні кешкі сағат 20:00-де әкесімен қауышты. Жұлдызай қызын үйіне алып қайтты. Әрине, оңай болған жоқ. Ерболдың ата-анасы, ағайын туысы көндіріп ақ бақты. Жұлдызай қызымен оңаша сөйлесті. Әкесінің сәлемдемесін де жеткізді. Самат туралы анасы да жақсы білетін. Ботагөз қалудан бірден бас тартты. Өзінің махаббаты үшін соңына дейін күресуге бел байлады. Анасының өзінің қуып келуі, әкесінің айтып жіберген сөздері Ботагөзге дем берді. Жанашыр жандардың барын сезінді. Әлі де болса бақытынан қол үзбеу мүмкіндігі барын ұқты. Анасымен бірге кетуге шешім қабылдады. Саматқа деген адал махаббаты оған риясыз сенуге Ботагөзге күш берді. Иә, Ботагөз сол күні ақ үйіне оралды. Сол кеткеннен Кентауға қайтып аттап баспады. Ауруханадағы жұмысынан да шығып кетті. Құжаттарын Құндызай әпкесі арқылы алдыртты. Ерболдың әке-шешесі Байжанның алдына келіп кешірім сұрады. Тұрсынбек ақсақал түсінігі мол кісі еді. Байжан, бізден бір ағаттық кетті. Балалар өздері келісіп жүрген болар деп ойладық. Бір-бірін танымайды деп мүлде ойламаппыз, деді Тұрсынбек ақсақал. Әрине, Байжан кешірім берді. Тіпті сотқа беруден де бас тартты. Ең бастысы қызымның бақытты болуы. Сіздерге де тағар кінәм жоқ. Сіздердің ұлдарыңызды сотқа беріп, қиянат жасайтын ойымда жоқ. Сый-сияпаттарыңның да қажеті жоқ. Енді қызымды мазаламаңыздар, деп кесіп айтты. Ботагөз 2 аптадай әкесінің үйінде болды. Осы уақытта әкесі қызының қас-қабағын аңдумен болды. Сыртқа да жалғыз жібермейтін. Ботагөзден көз жазбаңдар. Кім біледі, байғұс балаға оңай емес, деді әйеліне. Қорадағы бұзаудың жібінде дейін тығып тастады. Бұзау емсе еміп қойсын, қызым аман болсын деп ойлады. Көпті көрген ақсақал Ботагөздің өзіне қол жұмсап қоюынан қорықты. Көп ұзамай Ботагөзді аудан орталығы Шаяндағы ауруханаға орналастырды. Бұл оқиға Ботагөздің болашақ өміріне әсер етпей қоймады. Ботагөздің еңбек жолы Шаян ауруханасында жалғасты. Алып-қашу оқиғасынан кейін біраз уақыт Саматқа хат жазбады. Шындығында күнде хат жазатын, ішіндегі бар сырын, күйініші мен сүйінішін, бәрін сүйіктісімен бөлісетін. Неше мәрте жылап отырып кешірімде сұраған, бірақ хатты поштаға салуға дәті бармай жыртып тастайтын. Өзі дұрыс танымайтын Ерболдың тырнағынан босап шыққанымен ары қарай не боларын, не болатынын болжай алмады. Мүмкін Самат менен теріс айналар. Есік көрген қызға жолақысы да келмес. Арым таза болса да қайтып келген деген атым бар. Уәдеңде тұра алмадың деп бетіме басар. Отбасын құрған күннің өзінде де өмір бойы бетіме салық қылып отырса, тірі өлікке айналамын ба? Осындай ойлар жанын жегідей жеп жатты. Хат жазуын жазғанымен Саматтан қандай жауап күтерін білмеді. Жүрегіме тиер сөз жазса, оны мына жүрек көтере алар ма? Жоқ, сүйіктісінен ауыр сөз естігенше жер басып жүрмегені жақсы емес пе? Тұманды ойлар санасын тұмшалаған бойжеткен ақыры Саматқа хат жібере алмады. Жазылған хаттар бірден қоқыс жәшігінен орын тауып жатты. Ботагөз тағдырының күрт өзгеруіне не себеп болғанын да түсіне алар халде емес еді. Маңдайына жазылған тағдырдан қашып құтыла алмасын түсінді. Миын улаған ауыр ойлардан арылу үшін күн-түн демей жұмыс істеді. Жаңа келген жас медбикенің еңбекқорлығы аурухана қызметкерлерінің назарынан тыс қалмады. Аз уақыттың ішінде жаңа жұмысында беделге ие бола бастады. Саматтан да хабар жоқ. Кенет бір айдан кейін қолына тиген хат Ботагөздің өмірін жаңа арнаға бұрып жіберді. Ботагөз хатты алуын алғанымен ашуға дәті бармады. Саматтың ауыр сөздерін есту қаншалықты қиын боларын сезді. Хаттың бетіне қарап ұзақ отырды. Өткен күндер көз алдына киноның лентасындай өте берді. Қандай бақытты кездері еді. Шіркін, қыздың жүзіне күлкі үйірілді. Жігіттерден келген хаттарды Самат екеуінің бірге оқитын көз алдына елестеді. Самат дауысын қырнап, хат жазған жігіттің дауысына салып, хатты дауыстап оқи бастағанда Ботагөз күлкіден жарыла жаздайтын. Қарындас, менің жүрегімнен шыққан сөзді күлмей тыңдадыңыз, дейді Самат салмақты түр жасап. Самат, шын айтам, нағыз әртістің өзісің ғой. Ойбай-ай, ішім-ай, деп күлкісін тия алмай жатады. Ал бүгінгі хаттың жағдайы өзгеше. Ботагөз қайтадан хатқа қарады. Сыртындағы Саматтың аты жөнін қолымен ақырын сипады. Не де болса да хатты оқуға бел байлады. Қолы дірілдеп хатты ашты. Гүлденген әлем,
өскеменнен сәлем деп басталыпты хат мазмұны. Ары қарай ауыл жаңалығын сұрапты. Ата-анасынан хат алғанын жазыпты. Хаттың соңына қарай жазған сөзді оқыған Ботагөз егіліп жылап жіберді. Жаным Ботагөзім, мен бәрін естідім. Сенің маған неге хат жазбай қойғаныңды да түсінемін. Сені алып қашты деген хабар маған да ауыр тигені рас. Ашуландым, өзіме ренжідім, өзімді қоярға жер таппадым. Естіген күн-ақ саған жетіп барғым келді. Бәріне мен кінәлімін жаным. Сенің маған адалдығыңа бір сәтте күмәнданған емеспін. Сені танығаныма 6 жылдан асыпты. Маған деген махаббатыңның адалдығына сенемін. Сені тастап өзім айдалаға кетіп қалдым. Сенімен бірге ауылға қайтып кетуім керек еді. Бірақ әкемнің сөзін қимадым. Олар маған үміт артып отыр. Оқуың керек, мына қарындасыңа сен пана боласың деген сөздері үшін қалып кеттім. Жаным, сен еш уайымдама, мені теріс айналады деп тіпті ойлаушы болма. Сенің сол басағада қалып кетпей, махаббатымыз үшін үйіңе оралғаныңа қуандым. Құдай қаласа жазда барған соң екеуміз үйленеміз. Әке-шешемізден рұқсат аламыз. Сенің ата-ананың алдына өтіп, екеуміз бірге боламыз. Күт жаным, мен сені сүйемін. Сәлемнен сүйікті Самат. Хатты оқып болғанша Ботагөздің көзіне жас тоқтамады. Bir кезде дауысын шығарып, ботадай боздап жылады. Ішінде жиналып қалған шерін көз жасымен шығарды. Қалай ғана Саматтан күдіктенген ақмақ Ботагөз-ай. Сонда Саматтың сезіміне сенбегеніме, ал Самат болса Ботагөзіне 1 минутта күмәнданбапты. Ал бұл ше, Самат теріс айналар ма екен деп көкірегіне күдік ұялатыпты. Жаным менің, Саматым менің, сенің кең жүрегіңнен айналдым. Мен сені сүйемін, күтемін, әрине күтемін. Сенің маған деген сенімің, маған деген махаббатың күш береді. Мен енді жыламаймын. Екеуміз әлі бірге болады екенбіз. Ботагөздің Саматты көрмегеніне 8 айдың жүзі болыпты. Сүйіктісінің хатпен бірге келген суретін шөлкілдетіп сүйе берді. Суреттің артына хат келген күнді өзінің сезімін сүйетінін жазып қойды. Сәлден кейін көз жасын сүртті де жалмажан отыра қалып сүйіктісіне хат жазуға кірісті. Саматтың Гүлбану деген жиен қарындасымен Ботагөз өте жақсы араласып тұратын. Болған оқиғаны Самат осы Гүлбану арқылы естіді. Саматтың болған оқиғаға түсіністікпен қарауында осы Гүлбанудың да үлесі бар еді. Кім біледі, оқиғаны бұрмалап жеткізгенде Ботагөз Саматтан осындай хат алар ма еді. Ботагөз 12 жасында қайнарға келген күннен бастап осы Гүлбанумен бірге ойнайтын, бірге қозылақ бағатын. Самат үшеуінің балалық шағы бірге өтті. Ботагөздің аңқылдаған ашық мінезі, қолындағыны аямайтын жомарттығы, құрбыға адалдығы Гүлбануға ұнайтын. Ботагөздің талай жақсылығын көрген, Ботагөзде жеңгесі болатынына шын қуанушы еді. Сөйтіп жүргенде Ботагөзді алып қашыпты деген жайсыз хабарға Гүлбануда қатты қапаланған. Саматқа болған оқиғаны тігісіне жатқызып баяндап, хат жазып жіберген де сол еді. Ал өзі қанша оқталғанымен Ботагөзге бірден бара алмады. Ағасының жауабын күтті. Самат Ботагөзге хат жазған күні Гүлбануға да хат жазып жіберген болатын. Сол хатта Гүлбануға үлкен тапсырма бар еді. Сол тапсырманы орындау үшін Гүлбану Шаянға Ботагөзді әдейі іздеп келді. Гүлбану Ботагөзді жұмысына іздеп келді. Қос құрбы бір-бірін әбден сағынып қалған екен. Оның үстіне Ботагөз Саматтан хат алып, көңілі орнына түскен. Ботагөз өткен іске өкінбе, мүмкін солай болу керек шығар. Гүлбану, өткен ісі өтті, енді оны қозғамай қояйық. Жалпы өзің қалайсың? Бақытжанмен ара қатынастарың дұрыс па? Деді Ботагөз. Бақытжан Гүлбанудың жігіті. Жақсы, жазда үйленеміз деп шештік. Мені қойшы, айтпақшы саған Саматтың сәлемдемесін алып келдім. Ботагөз орнынан тұрып, көзіңді жұм. Гүлбану, тағы не шығардың? Ешқандай қарсылық танытпа. Давай жеңгешка, вставай, деді де өзі сөмкесін ақтара бастады. Ботагөз орнынан тұрды. Көзіңді жұм. Ал жұмдым. Ботагөз Байжановна, вы согласны стать невестой Самата? Гүлбану, отвечаем на вопрос, дорогая. Да, я согласна. Көзді ашпаймыз. Гүлбану Ботагөздің қолын алды да саусақтарына әдемі жүзікті кигізе бастады. Гүлбану, не істеп жатырсың? Енді көзді ашуға болады. Та-да-да-дам. Ботагөз қолындағы жүзікті көріп, әрі таңғалды, әрі қуанды. Жаным, бүгіннен бастап сен Саматтың официальны қалыңдығысың. Гүлбану, бұл Саматтың тапсырмасы. Мына жүзікті де Саматты тақты деп есепте. Енді саған өзге жігіттер көз салмайтын болады. Рахмет, Гүлбану. Ботагөз қуанғаннан Гүлбануды құшақтай алды. Ботагөз, Самат сені қатты жақсы көреді. Мен де, деді ақырын ғана Ботагөз көзіне жас алып. Сендер міндетті түрде бақытты боласыңдар жаным. Гүлбану, сен менің нағыз досымсың. Осы кезде есік ашылып, Ботагөзбен бірге істейтін Жанар деген медбике кірді.
кедергі келтірген жоқпын ба? Жоқ, кіре бер Жанар. Жақсы, мен кетейін. Енді менің нағыз жеңгем болдың. Гүлбану Ботагөздің бетінен сүйді де сөмкесін алып шығып бара жатып, енді бөтен жігіттерге көз салушы болма, жеңгешка, деді көзін қысып. Гүлбану, ойнап айтам, пока жаным, жігітің берді ме? Деді Жанар, Ботагөздің қолындағы жүзікті байқап. Иә, деді Ботагөз қуанышты жүзімен. Құтты болсын, деді Жанар Ботагөздің бетінен сүйіп. Самат бірінші курсты аяқтап, жазғы демалысқа ауылға оралды. Бір-бірін 10 ай көрмеген ғашықтар қайта табысты. Бірақ Саматтың әкесі үйленуге рұқсатын бермеді. Балам, өзің бірінші курсты енді бітірдің, әлі алда 4 курсың бар. Ботагөз де, сен де жассыңдар, үйлену қашпас. Алдымен оқуыңды бітір, аяққа тұрып ал, сосын үйленесің. Қазір отбасын құрылып алып, ертең қиналып қаласыңдар. Сананы тұрмыс билейтін заман. Отбасы болу оңай емес. Оның үстіне жақын жерде емес. Өскеменде қалай күн көрмекшісіңдер, деді әкесі. Ата-ананың айтқанынан аттап кете алмаған Самат жазда үйленеміз деген уәдесін орындай алмады. Тамыз айының соңында Самат пен Ботагөзге қайтадан 1 жылға қоштасуға тура келді. Саматты қимай шығарып салған Ботагөз қалыпты өміріне қайта енді. Ол кезде аудан орталығы Шаяндағы жаңа ашылған ауруханаға дәрігер мамандар жетіспейтін. Бір дәрігер бірнеше маманның қызметін атқара беретін. 90-шы жылдардағы қайта құру кезінде кез келген жұмыста мамандар жетіспеушілігі қалыпты жағдай еді. Осындай қиын қыстау кезеңде Ботагөз өз жұмысын аса жауапкершілікпен атқарды. Балалар бөлімінде істейтін қыз дәрігер келсін деп қарап отырмай, кішкентай науқастардан бар көмегін аямайды. Балаларды ерекше жақсы көргендіктен олар Ботагөзге бірден бауыр басып кететін. Өзгелер система саларды тамырға бірден түсе алмай жатса, Ботагөз кез келген адамның венасына оп-оңай түсетін. Қолы да жеңіл, балаларды алдап сулап отырып, инені де лып еткізіп сала қоятындықтан олар жылап үлгермей қалатын. Маймен сылап сипау, тамағынан басу сияқты Гүлшат апасынан үйренген қазақи емінде жасай беруші еді. Жалғасы бар.